Танысып қойыңыздар, мынау әйелдің аты жөні Людмила Юсупова. 43 жастағы жалғызбасты ана. Былай қарасақ әдеттегі қарапайым орта жастағы кісі. Бірақ ол Ресейдің Пятигорск қаласында небәрі 10 күн ішінде бірнеше таксисті атып өлтірген қанішер. Қылмыстарының себебі тонау емес, әлдеқайда тереңірек әрі қисынсыз. Құрықталғанда ол тергеушілерге ақылға қонбайтын жауаптар береді. Яғни қанды қылмыстарға аналық махаббаттан барғанын мәлімдеген. Анықталғандай, оның 20 жастағы мүгедек ұлы бар. Аты жөні Максим Мохов, церебралды сал дертімен ауырады. Екінші топ мүгедегі ақсақ. Осы себептен бала кезінен құрдастарынан әлімжеттік көріп өскен. Қорған болатын әкесі баласының мүгедектігін көтер алмай, 10 жылдай бұрын өзіне қол жұмсап қайтыс болған. Күндердің бір күні баласы көк ала қойдай болып келеді. Әлде біреулер оны нақақтан нақақ соққыға жығып кетіпті. Осы кезде Людмиланың шыдамы шегіне жетеді. Ол ұлының әлжуаз әрі мүгедек екенінен алып, оны еркек етуді шешкен. Бірінші қылмыс 2003 жылдың 26 маусымында болды. Ол ұлымен бірге таксиге отырып, қала шетіне шыққанда жүргізушінің басына 2 рет атып өлтіреді. Ал екінші қылмысты 4 күннен кейін, яғни 30 маусымда жасайды. Бірақ таксистке атқан оғы мүлт кетіп, бетіне тиген. Абырой болғанда жүргізуші көліктен сытылып шығып, қашып үлгереді. Ал үшінші қылмыс 10 күннен кейін, яғни 6 шілдеде болды. Ол кезекті таксисті ұлының көзінше атып өлтіреді. Нәтижесінде тірі қалған жәбірленушінің жауаптарының арқасында олар 2003 жылдың 22 шілдесінде құрықталған. Тергеу барысында Людмила қылмыстарының сорақы себебін мойындайды. Ол осылайша ұлын еркек етіп, батыл болуға тәрбиелемек болыпты. Себебі баласының жылаңқы мінезі мен әлжуаздығынан әбден шаршап, қатыгез ересек өмірге дайындағанын мәлімдейді. 2004 жылы Людмила Юсупова 16 жылға қамалды. Ал баласы Максим Мохов қанішер анасына болысқаны үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Десек те, қанішер әйел құрбандарын атып өлтірген Макаров тапаншасын қайдан алғанын сол күйі мойындаған жоқ. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.